Жетісу облысының Кәлпе ауылында әлеуметтік нысандар салына бастады. 1800-ге жуық тұрғыны бар елді мекенде 200 орындық мәдениет үйі бой көтеріп келеді. Ақпанда басталған құрылыс жұмыстары келер жылдың қаңтарында аяқталуы тиіс. Мәдени ошақтың жанынан жуырда заманауи спорт кешенінің де құрылыс жұмыстары басталмақ. Ал былтыр ашық аспан астындағы футбол алаңы пайдалануға берілді. Бір кездері жайлы өмір іздеп қалаға көшіп кеткен ел жұртта ауылдың ажарлана бастағанын естіп қайта оралып жатыр. Ауылға келіп үй салып, жаңағыдай мал шаруашылығымен айналысып, жермен айналысып, осы туған жерімізге қайтадан көшіп келсек деген биылдың өзінде 26 адам қазір арыз беріп, арыздарын тіркеп қойды. Тағы да келіп жатыр. Мұнан бөлек ауылдағы мектепте күрделі жөндеу жұмыстары қолға алынған. 30 жылдан бері жөндеу көрмеген білім ошағының құрылыс жұмыстарына 1 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. 100-ге жуық құрылысшы нысанды қыркүйек айында тапсыруға ниетті. Жұмыс аяқталғанша оқушылар көрші ауылдағы мектепте білім алып жатыр. Балаларды тасымалдау жұмыстары қарастырылған, сондай-ақ биыл Кәлпе ауылында ойын алаңы салынады.